Әңгімелер каналына қош келдіңіздер. Осы видеоны көрулеріңізбен. Менің атым Айдос. Мен осы әңгімені айтып отырған кезде әлі күнге дейін түсінбе, өңімбе ажырата алмаймын. Бірақ менің көргендерім өмірімдегі ең қорқынышты, ең түсініксіз нәрселер болды. Бұл бәрі менің әжем Бибінұрдан басталды. Ол 95 жаста. Ауылдағы барлығы оны тірі шежіре деп атайтын. Соғысты көрген, ашаршылықтан аман қалған, талай адамды жерлеген, бірақ ешқашан шағым айтпаған адам еді. Соңғы жылдары ол қартайып, қозғалысы баяулап, көбіне төсек тартып жата беретін. Бірақ бір таңертең бәрі өзгерді. Сол күнді анық есімде сақтап қалдым. Шілденің аптап ыстығы. Таңғы күн терезеден түсіп тұр. Мен ас үйде шай дайындап жатқанмын. Әжем әдеттегідей намазын оқып болған. Бірақ ол бөлмеден шыққан кезде оның жүзі аппақ боп кеткен, көздері дірілдеп, ал екі қолы шын қысып тұр екен. «Әже, саған не болды?» дедім мен жүгіріп барып. «Білмеймін», деді ол әрең сөйлеп. «Ішім жыбырлап жатыр». Мен сасып қалдым. Жай ғана асқазаны ауырып тұр деп ойладым. Бірақ ол сөзін жалғастырды. «Тірішімде қозғалады». Осы сөзді естігенде бойымнан су өтті. 95 жастағы қарт әйелдің ішінде тірі нәрсе. Бұл қалай болуы мүмкін? Алғашқы күні біз оған мән бермедік. Ішінде газ, не ісік шығар деп ойладық. Бірақ келесі күні таңертең әжемнің іші бұрынғыдан да үлкен болып кеткенін көрдік. Кәдімгідей жүкті әйелдің іші сияқты. Ал ол түнде ұйықтай алмай ыңырсып жатты. «Біреу іштен түртіп жатыр», деді ол сыбырлап. Мен дереу ауылдың дәрігерін шақырдым. Дәрігер жас жігіт, бірақ жүзінен қорқыныш байқалды. Ол әжемнің ішін ұстап көрді де түрі өзгеріп кетті. «Бұл түсініксіз», деді ол. «Бұл жүктілікке ұқсайды». Мен дәрігерге айқайлап жібердім. «Қалай жүктілік? Ол 95-те ғой. 20 жыл бұрын етеккірі тоқтаған. Атам 15 жыл бұрын қайтыс болған». Дәрігер үнсіз қалды. Тек маған қарады да, мен мұндайды көрген жоқпын. Мүмкін аурудың ерекше түрі шығар. Бірақ егер шынымен қозғалыс болса, бұл табиғи емес нәрсе, деді де тез кетіп қалды. Оның кетіп қалған түрінен ақ мен бірдеңенің дұрыс еместігін түсіндім. Сол түні үйде үрей биледі. Жел соғып тұрса да, терезелердің сыртында бір түрлі тыныштық. Иттер ұлып, сосын кенеттен үнсіз қалды. Түн ортасында әжемнің бөлмесінен шыңғырып шыққан дауыстан ояндым. Жүгіріп кірсем көргенім есімнен кетпейді. Әжем төсекте жатыр, іші толқын сияқты қозғалып жатыр. Терісі астында бірдеңе жыбырлап жүргендей. Бірдеңе үлкен, тірі, ол оянып жатыр, деді әжем тістерін қысып. «Не оянып жатыр?» дедім мен дірілдеп. «Ішімдегі адам емес». Сол сәтте бөлмедегі шамдар жанып өше бастады. Желдеткіш өздігінен тоқтап, терезеден суық леп есті. Сырттан әлдебір күңіренген дыбыс естілді. Адам дауысына ұқсамайды, бірақ түсініксіз бір ырғақпен күбірлейді. Мен телефонымды алып, жедел жәрдемге хабарласпақ болдым. Бірақ байланыс жоқ. Желіні мүлдем ұстамайды. Келесі күні біз қаладағы ауруханаға бардық. Әжемді УЗИ-ға жіберді. Мен дәлізде отырдым. Есіктің ар жағынан дәрігерлердің дауыстары естілді. Экранға қара. Бұл бала емес. Қозғалысы тым үлкен адамға тән емес. Біз мұны босандыра алмаймыз. Мен жүрегім тоқтап қала жаздады. «Бала емес», деді. «Сонда не?» Бір дәрігер маған жақындап келіп сыбырлап айтты. «Оны алып кет. Біз ештеңе істей алмаймыз. Бұны біз еш жерде тіркей алмаймыз». Біз ауылға қайттық. Әжем үнсіз. Бірақ оның іші күн сайын үлкейіп барады. Кәдімгі 9 айлық жүкті әйел сияқты болып кеткен. Ал дәрігерлер айтқан, бала күн сайын жыбырлап, қозғалып, ішінен соққы беріп тұр. Сол түні мен түс көрдім. Түсімде әжемнің іші жарылып, ішінен ұзын қара қолдар шығып, мені ұстап алды. Мен шошып ояндым. Ал бөлмеде әжемнің ішінен сыбыр естілді. Бірақ бұл адам тіл емес. Сол түні көзім ілінбеді. Терезеден айдың жарығы түсіп тұрды. Үй ішін бір түрлі салқын леп кезіп кеткендей.
Әжемнің бөлмесінен баяу ырғақпен естілген дыбысты ұмыта алмай отырмын. Біреу іштен қабырғаға ұрғандай, бірақ тым терең, тым баяу. Кенет әжемнің сыбырлаған даусын естідім. Ол жақында келеді, мені босандырады. Мен бөлмесіне кірдім. Әжем төсек үстінде отыр. Жүзі әдеттегідей емес, көздері қызарып, қарашығы үлкейіп кеткен. Ал іші кәдімгідей дірілдеп тұр. Секілді ішінде біреу жүріп жатқандай. Әже, сен не айтып тұрсың? Дедім дірілдеп. Ол мені таңдады, деді ол. Өйткені мен ұзақ өмір сүрдім. Енді мен қақпа боламын. Бұл сөздер жүрегімді тоқтатып жібере жаздады. Қақпа? Не қақпа? Кім таңдады? Әжемнің үні бұрынғыдай емес. Терең қарлығып шыққан, тіпті өз даусындай естілмейді. Мен дереу ауыл молдасына хабарластым. Ол түн ішінде үйге келді. Жасы 50-ден асқан, көпті көрген кісі. Бөлмеге кіріп әжемді көрген сәтте оның да түрі өзгеріп кетті. Бұл қарапайым нәрсе емес, деді молда. Мұнда адам емес нәрсе бар. Не істейміз? Дедім. Мен Құран оқимын. Бірақ дайын бол. Мұндайда бәрі оңай шешілмейді. Молда Құран оқи бастағанда бөлме іші күрт өзгерді. Шамдар әлсін-әлсін жанып өше бастады. Терезеден суық жел соғып, сырттағы иттер бір мезетте ұлып қоя берді. Әжемнің даусы өзгерді. Ол кенет қатты айғайлап, өз тілінде емес, түсініксіз дыбыстармен сөйлей бастады. Тілі ұзарып кеткендей көрінді. Молда даусын қаттырақ шығарып, сүрелерді оқып, маған ұстап тұр, деп айқайлады. Мен әжемнің қолын ұстап, бар күшіммен тырмысқанымда, оның күші жас жігіттен де артық еді. Қолым сырғып, ол орнынан атып тұрып, төсектен секіріп түсті. Ол шыға алмайды, деді, оның аузынан екі дауыс қатар шығып. Бірі әжемнің әлсіз үні, екіншісі терең, жуан, адамға тән емес үн. Ол бұл денеден босанған соң шығады. Сол түні молда бізге уақытша көмек қана көрсетті. Ол оны босандыратын уақыт жақын. Егер біз ештеңе істемесек, ішіндегі дүние бізді де, ауылды да жоқ қылады, деді. Бұл не өзі? Деп сұрадым. Молда көзін төмен түсіріп, бұл бала емес. Бұл жын мен адамның арасындағы әлде бір тіршілік. Ол қақпа арқылы келеді. Мұндайды кейде ата-бабаларымыз шақырылған деп атаған. Бұған біреу себепші болған, деді. Мен ойланып қалдым. Әжем ешқашан мұндай істерге араласпаған. Бірақ соңғы айларда ауылда біртүрлі жағдайлар болған. Адамдар түнде көлеңкелер көргенін айтқан, малдар түсініксіз себеппен қырылған. Мүмкін біреу әдейі. Келесі күні әжем мүлдем өзіне келмеді. Тек төсекте жатып, ішін ұстап, сыбырлап, ол дайын, қақпа ашылады деп қайталай берді. Ал іштегі нәрсе күн сайын күшейіп бара жатты. Қозғалысы кәдімгі баладан да күшті. Кейде мен оның іші астында тырнақ іздері секілді сызықтар қалатынын көрдім. Тер астынан қараңғы көлеңке жылжып бара жатқандай. Түнде мен оянып кеттім. Терезеден ай жарығы түсіп тұрды. Әжемнің бөлмесінен баяу сыбыр естілді. Барып тыңдадым. Бұл әжем емес. Іштегі нәрсе сөйлеп жатыр. Бірақ мен ол тілді түсінбедім. Жаңағы дыбыстар құдды бір ескі, адамзат ұмытқан тіл секілді. Бірақ мен бір сөзді анық естідім, ашыл. Сол сәтте менің төбе құйқам шымырлап, аяғым дірілдеп кетті. Келесі таңертең молда қайта келді. Уақыт жоқ, деді ол. Біз бүгін түнде бәрін тоқтатпасақ, ертең тым кеш болады. Не істейміз? Дедім мен. Біз оны босандырмаймыз. Біз қақпаны жаппақпыз. Бірақ бұл оңай емес. Сен дайын бол. Мен келісуден басқа амалым жоқ еді. Бірақ іштей сезіп тұрдым, бұл түн біздің өміріміздегі ең ұзақ түн болады. Әжемнің іші күн батарда қатты толқынданып, ішіндегі нәрсе қатты соға бастады. Үйдің ішінде ауа ауырлап кетті. Шамдар әлсін-әлсін сөнді. Ал терезе сыртында қара бұлт жиналып, аспан қап-қара болып кетті. Молда дастархан үстіне Құран, тұз, су қойды. Қандай жағдай болса да, артқа қарама. Ол сені шақырса да, даусына иірме. Бәрі аяқталғанша ұстап тұр, деді маған. Мен басымды изедім. Бірақ іштей мен қорқып тұрдым.
Өйткені мен әжемнің көздерінде бұрынғы бейбінұрды көрмедім. Ол енді басқа біреудің көзімен қарайды. Сол түні қақпа ашылуға аз қалды. Сол түні ауылдың үстінде аспан қап-қара түнекке айналды. Жел соқпайды, бірақ ауа тым ауыр. Тіпті құстар да үнсіз. Иттер байлаулы тұрса да еш дыбыс шығармай қалды. Барлығы бір нәрсені сезгендей. Үй ішінде бәрі дайын тұр. Молда Құранды ашып шырақ жағып қойды. Еденге тұз шашып бөлменің төріне қасиетті су құйылған ыдыс қойды. Бүгін бәрі аяқталуы тиіс, деді ол. Бірақ не шығатынын көргенде қорықпа. Тек дұға оқы. Мен басымды изедім, бірақ жүрегім дүрсілдеп, алақаным теріліп кетті. Әжем төсекте жатыр. Оның көзі ашық, бірақ қарашығы кішірейіп кеткен. Ол бізге қарап, баяу күліп, сендер кеш қалдыңдар. Ол қақпадан өтеді, ештеңе тоқтата алмайды, деді. Дауысы терең, екі қабат дыбыс сияқты. Бірі әжемнің әлсіз үні, екіншісі жуан, түсініксіз дауыс. Молда сүре оқи бастаған сәтте бөлмедегі ауа ауырлап, шырақтың жалыны көк түске боялды. Ал терезеден тыс жерде көлеңкелер қозғала бастады. Сол кезде әжемнің іші қозғалды. Бұрынғыдан да қатты. Терісі созылып, астынан бірдеңенің өткір тырнақтары сызып жатқандай. Қан шыққандай болды. Мен қорқып, артқа шегінгенімде, молда айқайлап, артқа қарама. Дұға оқы, деді. Мен сүре қайталап айтып тұрдым. Бірақ бөлмеде кенеттен басқа бір дауыс қосылды. Ол әжемнің ішінен шықты. Сен кеш келдің, адам баласы. Қақпа ашылады. Бұл тілмен түсінбеймін, бірақ мағынасы санама еніп жатқандай. Кенет әжем айқайлап, бүкіл денесі дірілдей бастады. Төсек сықырлап, бөлме іші біртүрлі гуілге толды. Терезе сыртынан қара бұлттар шеңбер сияқты айнала бастады. Молда айқайлап, ол босанғалы жатыр. Ұстап тұр, деді. Мен әжемнің қолын ұстап, бар күшіммен қысқанымда, оның терісі мұздай, тіпті тас сияқты қатты сезілді. Кенет оның іші жыртылғандай қозғалып, төменнен қою қара сұйық ағып кетті. Иісі өліктің иісі сияқты, жүрек айнытады. Сол кезде бірдеңе көрінді. Теріден шыққан ұзын қара тырнақ. Артынша жіңішке, бірақ ұзын қолдар. Мен көзімді жұма жаздап, бірақ қарай бердім. Өйткені бұл әжемнің ішінен шығып жатқан тірі нәрсе еді. Молда дауыстап сүрелерді оқыды. Оның дауысы қарлығып, тіпті дірілдеп шықты. Бұл жын емес, деді ол сыбырлап. Бұл әлдеқайдан келген басқа нәрсе. Бірнеше секундтан кейін нәрсе толығымен көрінді. Алғашқыда ол жаңа туған нәрестеге ұқсайтын. Бірақ басы тым үлкен, көзі жоқ, орнына терең қара, шұңқыр сияқты тесіктер. Денесі жалаңаш, терісі көкшіл, жұқа. Ал ең қорқыныштысы оның қозғалысы. Ол жаңа туған бала сияқты әлсіз емес. Керісінше тырмысқақ, жылдам. Әжем әлсіз ғана күліп, ол менің балам емес, ол менің қожайыным, деді. Даусы қайтадан екі қабаттанып шықты. Нәрсе бізге қарап, аузын ашқанда, ішінде жүздеген кішкентай тістері бар екені көрінді. Ол адам даусына ұқсамайтын бір дыбыс шығарды. Құдды желдің ызыңы мен жыртқыштың ырылы араласқандай. Сол сәтте шырақтар сөнді. Үйдің іші қараңғыға батып, тек терезеден ай сәулесі түсті. Молда айқайлап суды шашып жіберді. Нәрсе артқа шегінгендей болды, бірақ оның қозғалысы тым жылдам. Ол қабырғаға жабысып төбеге өрмелеп кетті. Мен қорқыныштан қатып қалдым. Молда айқайлады. Басыңды төмен түсір. Артқа қарама. Бірақ мен шыдай алмадым. Жоғары қараған сәтте оның бос көз шұңқыры тура менің бетіме қарап тұрды. Ал оның ішінде қараңғы айналып жатқандай, құдды басқа бір әлемнің ішіне қарағандай. Сол кезде менің санамда дауыс естілді, қақпа ашылды, сен де өтесің. Көз алдым қарауытып, есімнен танып қала жаздадым. Сол сәтте молда қатты айқайлап, сүрені соңына дейін оқып бітірді. Үйдің ішіндегі ауа жарықтан жарылғандай болды. Терезелер сарт етіп ашылып, жел соқты. Нәрсе шыңғырып, қабырғаны сызған күйі әжемнің жанына қайта түсті. Бірақ ол әлі кеткен жоқ. Әжемнің көзі енді мүлдем қара.
Ол молдаға қарап, сен оны тоқтата алмайсың. Ол бұл әлемге келді. Қақпа енді жабылмайды деді. Сол кезде нәрсе оның ішіне қайта кіріп кеткендей болды. Ал бөлмеде бәрі тып-тыныш қалды. Мен демімді әрең алдым. Молда терлеп кеткен, қолындағы Құранды әрең ұстап тұр. Біз уақытша ғана тоқтаттық деді ол. Бірақ ертең түнде ол шығады. Және бұл жолы ешкім тоқтата алмайды. Мен еденге отырып қалдым. Сол кезде өз-өзіме сұрақ қойдым. Ал егер бұл нәрсе шығып кетсе, не болады? Ол не іздейді? Неге дәл біздің әжем? Бірақ жауап жоқ еді. Түнгі үрейлі сәт аяқталғанымен үйде тыныштық орнамады. Әжемнің іші бұрынғыдан да үлкейіп кеткен. Ол бір нүктеге қарап қозғалмай жатыр. Тіпті дем алып жатқаны да сезілмейді. Мен оны ұстап көрдім, денесі мұздай. Ол өлген жоқ деді молда. Бірақ бұл енді сенің әжең емес. Мен молдаға қарап, біз не істейміз? Ертең түнде ол босанады. Бірақ ол нәрсе бұл дүниеге толық өтсе тек ауыл емес, бүтін аймаққа қауіп төнеді. Менің қолдарым қалтырап кетті. Сонда біз не істей аламыз? Молда маған тура қарап, біз оны тоқтатудың жалғыз жолын білеміз. Бірақ сен дайынсың ба? Қандай жол? Дедім. Қақпа ашылмас үшін ана денені құрбан ету керек. Ол әжемді меңзеді. Біз оны өлтіруіміз керек. Бұл сөз жүрегіме найзадай қадалды. Ол менің әжем. Дедім айқайлап. Ол бұрын сенің әжең еді. Қазір ол қақпаның ыдысы. Мен үнсіз қалдым. Молда сәл жақындап, сыбырлап айтты. Егер ол босанса, ішіндегі нәрсе тоқтамайды. Ол жаңа денелерді іздейді. Адамдарды ұштады. Бізде таңдау жоқ. Сол түні мен ұйықтай алмадым. Терезеден ай жарығы түсіп тұрды. Әжемнің бөлмесінен баяу дыбыс естіледі. Біреу іштей күліп жатқандай. Бір кезде есік сықырлап ашылды. Мен қарасам әжем тұр. Бірақ ол жүрмейді, жерден сәл көтеріліп, баяу сырғып келеді. Айдос, деді ол. Даусы терең, жуан. Маған көмектес. Олар мені өлтіргісі келеді. Бірақ сен менің жалғыз немеремсің. Маған сен. Ол қолын созып маған жақындады. Бірақ мен оның көзіне қараған сәтте төбе құйқам шымырлап кетті. Ол көздерде ешқандай адамдық қалмаған. Толық қараңғылық, ал ішінде бірдеңе қозғалып жатқандай. Мен артқа шегіндім. Қолымдағы тұмарды қысып сүре оқи бастадым. Әжемнің жүзі бұзылып, тістері ұзарып, ол жуан дауыспен айқайлап жіберді. Ол бәрібір туады. Сен де оның бір бөлігі боласың. Деді де бір сәтте жоқ болып кетті. Мен бөлмеге кірдім. Әжем төсекте жатыр, баяғыдай. Қозғалмайды, бірақ мен енді білемін, ол тірі адам емес, әлдеқашан басқа бір нәрсенің бақылауында. Келесі күн. Күндіз бәрі тыныш. Бірақ күн батарда аспан тағы да қара бұлтқа толды. Ауылдың үстін қою тұман басты. Құстар жоқ, иттер қашып кеткен. Молда соңғы дайындықты жасады. Бұл түн соңғысы, деді ол. Егер қазір тоқтатпасақ бәрі бітеді. Мен қарсылық білдірмедім. Іштей әжемнің өзінде жоқ екенін түсіндім. Бірақ жүрегім әлі де қарсы. Біз әжемді үйдің ортасына жатқыздық. Молда айнала тұз шашып төрт бұрышқа шырақ қойды. Дастархан үстіне Құран, қасиетті су, пышақ қойылды. Пышақ не үшін? Дедім. Егер ол босанып бастаса, және біз сүрелермен тоқтата алмасақ, біз денені құрбан етуіміз керек. Менің қолым дірілдеді. Бірақ молда маған қарап, сен ғана жасай аласың. Ол сені тыңдайды. Түн ортасы соқты. Терезелер сарт етіп ашылып, үйдің ішіне суық жел ұрды. Шырақтың жалыны көк түске боялды. Әжемнің іші қозғала бастады. Біреу іштен қатты соғып жатыр. Терісі жыртылардай созылып, қара сызықтар пайда болды. Әжем кенет көзімен ашып, ол келеді, сендер тоқтата алмайсыңдар, деді. Даусы екі қабаттанып шықты. Сол сәтте оның іші төменнен жарылып кете жаздап, қою қара сұйық төгілді. Оның иісі өлім иісі. Ал ішінен нәрсе көрінді. Ұзын, жіңішке қолдар.
Көкшіл тері, ұзын тырнақ. Молда сүрелерді айқайлап оқып, қасиетті суды шашып жатыр. Нәрсе бір сәтке артқа шегінгендей болды, бірақ тоқтар емес. Мен пышақты қолыма алдым. Әжем маған тесіле қарап, сен мені өлтірсең, ол басқа денені табады. Бекер болады деді. Дауыс адамның дауысы емес. Мен пышақты көтерген сәтте кенет бөлме іші қараңғыланып, терезеден сырттағы әлем өзгеріп кетті. Айдың орнына қызыл, жарқыраған шар пайда болды. Аспан жыртылып, одан әлдебір көлеңкелі фигуралар түсіп келе жатқандай көрінді. Ал менің санамда дауыс естілді, біз өттік. Қақпа ашық. Мен қозғала алмай қалдым. Пышақ қолымнан түсіп кетті. Молда айқайлап сүрелерді оқығанмен дауыс әлсіреп барады. Шырақтардың жалыны бірінен соң бірі сөнді. Ал әжемнің іші жарылып, ішіндегі нәрсе толық шықты. Ол жаңа туған нәресте сияқты, бірақ биіктігі 2 метрге жуық, көзі жоқ, терісі көкшіл, ал арқасында жіңішке қанатқа ұқсас сүйектер өсіп тұр. Ол басын көтеріп бізге қарады. Және күлді. Бұл әлем енді біздікі, деді ол тікелей менің санамда. Бөлмедегі барлық шам сөнді. Мен тек оның сыбырын естідім, сен бірінші боласың. Бөлме қара түнекке батып, көз алдымдағы жалғыз нәрсе жаңа туған, бірақ адамға ұқсамайтын 2 метрлік жаратылыс еді. Оның көкшіл терісі ай жарығында жарқырап тұрды. Арқасында сүйектен шыққан қанат тәрізді ұзын өрімдер қозғалып, бір түрлі дыбыс шығарып тұрды, құдды ескі есіктің сықыры секілді, бірақ тірі. Мен қозғала алмай қалдым. Қол аяғымда әлдебір күш ұстап тұрғандай. Молда сүрелерін оқығанымен даусы дірілдеп, әлсіреп бара жатты. Сол кезде жаратылыс кенет басын бұрып, тікелей менің бетіме қарады. Оның көзі жоқ, бірақ мен оның қарағанын сездім. Санамда бірден даусы естілді, сен бірінші боласың. Бойымдағы бар күшімді жиып, артқа жылжуға тырыстым. Бірақ денем тыңдамайды. Тек көзіме оның аузындағы жүздеген ұсақ тістері көрінді. Жаратылыс маған қара еңкейгенде, бөлменің ішін шаншып өтетіндей суық леп толтырды. Сол сәтте молда бар күшін жинап, Құран кітабын ұстап айқайлады, Алланың атымен, бұл жерден кет. Кенет бөлменің ішін жарқыраған ақ жарық қаптады. Жаратылыс бір сәтке шегінгендей болды, бірақ оның күлкісі қайта жаңғырды. Сендер уақытты ұзартып жатырсыңдар, бірақ тоқтата алмайсыңдар. Қақпа ашылды. Басқалар келеді. Жарық өшкенде жаратылыс кенет терезеден секіріп шығып, түнгі аспанға көтерілді. Арқасындағы сүйек қанаттар қап-қара бұлтты жарып, түн ішінде жоғалып кетті. Бөлме үнсіз қалды. Тек әжемнің денесі ғана төсекте жатыр. Ол енді дем алмайды. Оның көзі ашық, бірақ ішіндегі жарық өшкен. Молда маған қарап, ол өлді. Бірақ біз кешіктік. Енді ол жалғыз емес. Мен еденге отырып, басымды ұстап қалдым. Көңілімде қорқыныштан бөлек кінә сезімі. Егер мен әжемді уақытында тоқтатқанда, бұл болмас па еді? Енді не істейміз? Дедім дірілдеп. Молда ауыр күрсінді, біз ауылды ескертуіміз керек. Бірақ бәрі сенбейді. Ал ол түнгі аспанда ұшып жүргенше кез келген үйге кіре алады. Оның мақсаты жаңа денелер, жаңа ақбалар. Мен қолыма пышақты алып, өзіме іштей ант бердім. Егер ол қайта оралса, мен қорқып отырмаймын. Оны тоқтатамын. Таң атқанда ауылдың үстін қою тұман басып тұрды. Аспанда күн жоқ, тек бозғылт жарық қана. Бірінші болып бізге көрші Сәдуақас жүгіріп келді. Оның көзі шарасынан шығып кеткен. Көрдіңдер ме? Деді ол. Түнде бірдеңе біздің қораға кіріп, барлық малды жоқ қылды. Тек қанда із ғана қалды. Иттер қашып кеткен. Молда оған бәрін айтуға батылы жетпеді. Үйлеріңді бекітіңдер. Күн батқанша далаға шықпаңдар, деді. Бірақ ауылда тыныштық болмады. Түске қарай тағы да адамдар келіп, түнде көлеңкелердің қозғалғанын, төбеден қара қанаттылардың ұшқанын айтқан. Бұл жай ғана елес емес, деді молда. Бұл жаратылыстар қақпадан өтті. Енді олар адамдарды иемденеді. Мен түсіндім, біздің күрес енді басталды. Сол түні біз дайындалдық. Үйдің терезелерін шегелеп, есіктерді бекітіп, тұз шашып шықтық. Молда сүрелерін дайындап, қасиетті суды толтырды. Мен пышақ пен әкемнен қалған ескі мылтықты алдым.
Күн батқанда аспан тағы да түнекке айналды. Бірінші дыбыс алыстан естілді, жаратылыстың қанаты сықырлағандай. Артынан ауылдың үстін қара көлеңкелер қаптады. Бір сәтте барлық иттер ұлып кенет үнсіз қалды. Мен терезеден сығалап қарадым. Ауылдың ортасында биік, жіңішке фигура тұр. Ол бізге қарап тұрғандай. Оның көзі жоқ, бірақ мен оның күлкісін сездім. Жанында тағы екеуі пайда болды. Олардың қозғалысы адамға ұқсамайды, буындары қисық, аяқ-қолдары тым ұзын. Молда сыбырлап, бұлар тек басы ғана. Артында тағысы бар. Егер қақпа толық ашылса, бұл ауыл тірі қалмайды. Мен сұрадым, қақпаны қалай жабамыз? Молда бір сәтке үнсіз қалды. Қақпа, ол сенің әжеңнің бойында басталған. Бірақ енді ол өлді. Сондықтан қақпа сенің қаның арқылы да ашылуы мүмкін. Олар сені босатпайды. Менің жүрегім тоқтап қала жаздады. Сонда мен нысанасы болдым ба? Иә, деді молда. Сен оны тоқтатпасаң, олар сені де алып кетеді. Сол сәтте сырттан терезеге қатты соққы тиді. Шыны сықырлап жарыла бастады. Мен мылтықты қолыма алып терезеге жақындадым. Қарасам, сыртта тұрған қанаттылардың бірі тура маған қарап тұр. Оның аузы ашылып, тікелей санамда сыбырлады, біз сені күтіп тұрмыз. Шыны сол сәтте жарылып кетті. Қара қолдар терезеден ішке кіре бастады. Мен атып үлгердім. Дыбыс жаңғырып, жаратылыс артқа шегінді. Бірақ оның күлкісі естілді, бізге қару әсер етпейді. Молда айқайлап сүре оқыды. Жаратылыстар бір сәтке шегініп көлеңкелерге сіңіп кетті. Бірақ олардың дауысы далада естіліп тұрды, таңға дейін сен біздікі боласың. Мен түсіндім, бұл түн біз үшін соңғы сынақ болады. Сырттағы үндер күшейе берді. Терезелер сықырлап, есікке әлдебір күш соққы жасай бастады. Үйдің ішіндегі шамдар бірінен соң бірі жанып өше бастады. Молда сүресін айқайлап оқып, қасиетті суды есіктің алдына төкті. Бірақ сырттағы көлеңкелердің саны артып барады. Мен мылтығымды қайтадан оқтап, терезеден көз жүгірттім. Қараңғыда үш қанатты жаратылыс ауылдың ортасына жиналған. Олардың айналасында тұман ілініп, жердің өзі қозғалып жатқандай көрінді. Сол сәтте менің санамда тағы да сыбыр пайда болды. Біз сенің қаныңды иемденеміз. Қақпа арқылы өтетін сен боласың. Жүрегім атқақтап, қолым қалтырап кетті. Бірақ мен өзімді ұстап айқайлап жібердім. Мені алсаңдар да ауылға тиіспеңдер. Жауап болмады. Тек күлкі. Жүздеген дауыстың бір уақытта күлетіндей қорқынышты дыбыс. Кенет сырттағы аспан жарқ етті. Қызыл жарқыраған жарық аспанды қақ жарып, ауылдың үстінен өтіп барады. Жер дірілдеп, үйдің қабырғалары сықырлап тұр. Молда айқайлап, қақпа толық ашылып келеді. Бізде уақыт жоқ. Ол маған қарады. Қақпаны жабу үшін сен өз қаныңды құрбан етуің керек. Бұл олардың жоспарындағы ең басты кедергіні жояды. Мен аң-таң болдым, не? Мен өзімді өлтіруім керек пе? Тек қаныңда. Толық өлтірмейміз. Бірақ сенің қаның жерге төгілсе, қақпаның қуаты әлсірейді. Мен қысқа уақыт ойланып, пышақты қолым алдым. Бірақ дәл сол кезде терезе тас талқан болды. Қара қанаттылардың бірі ішке енді. Оның бойы 3 метрге жуық, қолдары жерге жетеді. Ол мені бір қолымен ұстап, қабырғаға көтеріп жіберді. Қолының суығы сүйегімнен өтті. Санама тағы да дауыс естілді, бізге қаның керек емес. Бізге сенің жаның керек. Сен қақпаның иесісің. Ол аузын ашқанда ішінен ұзын тіл шығып, тура менің бетіме қарай ұмтылды. Дәл сол сәтте молда Құранды ұстап, қасиетті суды жаратылыстың үстіне шашып жіберді. Жаратылыс айқайлап мені жерге тастады. Оның терісі күйгендей қара түтін шығып жатты. Бірақ ол жойылған жоқ. Керісінше ашуланып молдаға қарай ұмтылды. Мен пышақты алып бар күшіммен оның арқасына сілтедім. Пышақ сүйекке дейін кірді. Жаратылыс артына бұрылып, мені қара көзсіз шұңқырмен шаншып қарады. Санамда тағы да сыбыр, сен бізді тоқтата алмайсың. Біз жүзбіз. Бұл тек бастамасы. Сол сәтте ол жерге құлап, тұманға айналып жоқ болды.
Бірақ сыртта тағы да дауыс. Екеуі қалған. Олар енді үйдің төбесін жарып ішке енуге тырысуда. Молда маған қарады. Таңға дейін біз шыдай алмаймыз. Қақпаны қазір жабу керек. Қалай? Дедім мен. Сенің қаныңмен сүре. Басқа жол жоқ. Мен пышақты қолыма алдым. Қолым дірілдесе де, білегімді тіліп жібердім. Қан еденге тамшылаған сәтте жер сәл дірілдеп, сырттағы дыбыстар бәсеңдегендей болды. Молда сүресін дауыстап оқи бастады. Жарық пайда болып, үйдің іші ақ сәулеге толды. Бірақ кенет әжемнің денесі қозғала бастады. Ол баяғыда өлі еді. Бірақ дәл қазір көзін ашып тікелей маған қарады. Сен ойлайсың ба, қақпа жабылды деп? Деді дауысы үш түрлі естіліп. Сен енді өзің қақпа болдың. Менің білегімнен аққан қан кенеттен жерге сіңбей, қара түнекке айналып, жоғары көтерілді. Ол аспанға қарай созылып, үйдің төбесін қақ айырып жіберді. Аспанда қызыл жарық қайтадан көрініп, ішінен тағы ондаған көлеңкелі фигуралар түсіп келе бастады. Молда айқайлады. Сен қақпаға айналдың. Біз сені де тоқтатуымыз керек. Ол пышақты маған бағыттады. Мен таңқалып артқа шегіндім, не істеп жатырсыз? Мен кінәлі емеспін. Басқа амал жоқ. Сен арқылы олар бәрін жаулап алады. Сол сәтте үйдің төбесі құлап, сырттан қанаттылар лап қойды. Олардың дауыстары, күлкілері, сыбырлары үйді толтырды. Мен пышақты өз қолыма алдым. Және таңдау жасауға мәжбүр болдым. Өзімді өлтірем бе, әлде осы жаратылыстармен бірге бәрін жұтам ба? Дәл осы сәтте бәрі түнекке батып кетті. Көзімді ашқанда алдымда өзім білмейтін әлем тұрды. Жер жоқ, аспан жоқ. Барлығы қара қызыл тұманға толы. Аяғымның астында қатты емес, бірақ тірі сияқты қозғалып тұрған жер. Қайда қарасам да көлеңкелі фигуралар жүреді. Олардың кейбірі қанатты, кейбірінің денесі шаян тәрізді, ал кейбірі мүлдем адамға ұқсамай. Мен есімді жиып, орнымнан тұрдым. Бойым жеңіл, бірақ денем өзімдік емес сияқты. Қолымды қарасам, саусақтарымның ұшында қара таңбалар пайда болған. Терім бозарып кеткен. Санамда сыбыр қайтадан естілді. Қош келдің. Сен енді біздіксің. Сен қақпаның күзетшісің. Мен айқайлауға тырыстым, жоқ. Мен адаммын. Мен оларға көмектеспеймін. Бірақ даусымда өзгеріп кеткен. Жуан, жаңғырықты. Алдымда биік фигура пайда болды. Бойы 4 метрге жуық, жүзінде бет жоқ, тек қызыл сызықтар жылжып жүр. Оның даусы менің басымда емес, тікелей жүрегімнің ішінде естілді. Сен қашып құтыла алмайсың. Сенің қаның қақпаны ашты. Енді сен біздің елшімізсің. Мен артқа шегініп айналама қарадым. Жер түгел тірі сияқты қозғалады. Алыстан қызыл жарық шашатын биік мұнара көрінеді. Одан қара қанаттылар ұшып аспанға таралуда. Олардың бағыты жер беті. Сол кезде есіме ауыл түсті. Молда адамдар бәрі. Егер мен осы жерде қалып қойсам, оларды кім тоқтатады? Мен ішімнен ойладым, мүмкін мен осы әлемді ішінен жарып, бәрін тоқтата аламын ба? Бірақ дауыстар күлкімен жауап берді, сен бізді тоқтата алмайсың. Сен өзіңнің күшіңді сезіп тұрсың ба? Бұл сенің сыйың. Сен бізбен біргесің. Сол сәтте қолыма қарадым. Саусақтарымнан қара түтін шығып тұр. Оны қысып жібергенде алдымдағы көлеңкелер артқа шегініп ыдырай бастады. Мен түсіндім, мен енді адамда емеспін, бірақ бұл күшті пайдалансам мүмкін, қақпаны кері жаба аламын. Қызыл мұнараға қарай бет алдым. Жолда көлеңкелі жаратылыстар маған жол бермеді. Олар сыбырлап, ойымды улап жатыр, бізбен қосыл. Қала, адамдар, бәрі саған тиесілі болады. Сен жаңа әлемнің иесі боласың. Бірақ менің есіме әжем түсті. Ол да осылай сыбырлаған. Сол сыбырдың соңында бәрі қырылды. Мен пышақты есіме түсірдім, бірақ ол менде жоқ. Оның орнына қолымдағы қара түтінмен жаңа күш бар. Жолда алдымнан 3 қанатты жаратылыс шықты. Олардың әрқайсысы мен көргеннен де үлкен. Олар мені қоршап алды. Сен бізді сатпақсың ба?
деді бірінің сыбыры. Біз саған өмір бердік. Сен біздің баламызсың. Мен тістеніп қолымдағы түтінді қысып, оларды итеріп жібердім. Қара түтіннен жалын пайда болып, қанаттылардың терісі күйді. Олар айқайлап артқа шегінді. Сол сәтте дауыстар әлсірей бастады. Мен өзімді бақылап тұрған күштің азайғанын сездім. Мұнараға жақындаған сайын аспан қып-қызыл болып, жер сілкінді. Мұнараның төбесінде үлкен тесік ашылып, одан жер бетінің елесі көрінді. Астананың көшелері. Адамдар бейқам жүр. Ал жоғарыдан қара қанаттылардың легі төгіліп жатыр. Мен жүрегіммен сездім, егер бұл қақпа жабылмаса, олар қалаға жетеді, ал бүкіл елдің үстін басып алады. Мен мұнараның ортасына кіріп, ең жоғарғысына көтерілдім. Онда үлкен қара тастың ішінде отқа ұқсас, бірақ тірі жарық бар. Сол жарықтың өзі қақпаны ұстап тұр. Дауыстар қайта оралды, егер оны жойсаң сен де жойыласың. Сен біздің бір бөлшегімізсің. Мен кідірмедім. Қолымдағы қара күшті жинап тастың ортасына ұрдым. Жарқыраған жарық жарылып, бүкіл әлем дірілдеді. Жер ашылып, көлеңкелер айқайлап жоғала бастады. Бірақ дәл сол сәтте менің денем де ыдырап бара жатқандай сезілді. Көзімді қайта ашқанда, өзімді ауылдың ортасында көрдім. Түн аяқталған. Аспан таза. Қанаттылар жоқ. Молда мен бірнеше адам маған қарап тұр. Сен тірісің, деді молда. Бірақ сен енді адам емессің. Мен қолыма қарасам, саусақтарымнан әлсіз қара түтін шығып тұр. Санамда әлсіз сыбыр, біз әлі осындамыз, сен біздіксің. Мен басымды ұстап аспанға қарадым. Күн шығып келе жатыр. Бірақ іштей білемін, бұл тек уақытша тыныштық. Аспанға қараған сәтте күннің алғашқы шуағы жерге түсті. Ауыл үнсіз. Қанаттылар жоқ. Бірақ ішімдегі қара түтін қозғалмайды, керісінше әр дем алған сайын күшейгендей сезіледі. Молда мені қарап тұр. Оның көзі шаршаған, даусы сыбырлап қана шықты. Бірақ енді сен өзің басқа бір нәрсеге айналып барасың. Мен үнсіз тұрдым. Саусақтарымнан шыққан түтін енді жерге сіңіп кетпей, баяу аспанға көтеріліп жатыр. Қара түтін күн сәулесін көргенде жойылудың орнына күшейеді. Санамда әлсіз дауыс қайта шықты. Сен бізді жойған жоқсың. Сен біздің көпірімізсің. Біз арқылы сен күш аласың. Сен жер бетінің иесі боласың. Мен тістеніп, мен сендермен емеспін. Мен адаммын, деп айқайладым. Дауыс күлкіге айналды. Адам. Сенің қаның біздің таңба. Сен бізсіз өмір сүре алмайсың. Ауыл тұрғындары жиналып маған үрейлене қарады. Бір әйел сыбырлап, бұл енді Айдос емес. Ол да солардың бірі. Мен олардың көзқарасын сезіп, жүрегім шым етті. Молда алға шығып, ол бізді құтқарды. Бірақ енді ол қауіпті. Егер біз оны тоқтатпасақ, жаңа қақпа осы арқылы ашылады. Мен артқа шегіндім, сендер мені өлтіргіңдер ме? Мен сендер үшін күрестім. Молда үнсіз тұрып қолындағы қасиетті суды көтерді. Бұл сенің қалауың емес, Айдос, бірақ сенің денең олардың қақпасы. Бізде таңдау жоқ. Сол сәтте ішімнен бір күш атылып шықты. Жер дірілдеп, менің төңірегімде қара түтін шеңбер құра бастады. Қолымды көтергенде әлде бір қара найза сияқты энергия пайда болды. Мен өзімнен қорқып кеттім. Жақындамаңдар, деп айқайладым. Мен сендерге зиян келтіргім келмейді. Дауыс тағы да сыбырлады, олар бәрібір сені қабылдамайды. Оларды тастап бізбен бірге жаңа әлем құр. Ауылдың адамдарынан алыстап далаға қарай қаштым. Түтін менің ізімнен ере келді. Аспан қайтадан күңгірттеніп, күннің шуағы жоғалып кетті. Қала жақтан алыстан шу естілді. Әлем қайтадан өзгеріп бара жатқандай. Мен жүрегіммен сездім, қақпа толық жабылмаған. Және ол мен арқылы ашық тұр. Егер мен өзімді тоқтатпасам, қанаттылар қайтадан келеді. Молда алыстан айқайлады. Таңдау жаса. Әлде өзіңді құрбан ет, әлде бәрімізді жой.
Мен пышақты қолыма алдым. Бірақ санамда тағы бір дауыс, өз даусым емес, бірақ таныс. Егер сен өліп кетсең, олар басқа дене табады. Бірақ егер сен олардың күшін бақылап, өз пайдаңа жаратсаң мүмкін, сен ғана оларды тоқтата аласың. Мен екі оттың ортасында қалдым. Бір жағында өз өмірімді тоқтатып, қақпаны бір жола жабу. Екінші жағында олардың күшін толық қабылдап, адамдықты жоғалтып, бірақ жерді қорғау мүмкіндігі. Көзімді жұмып дем алдым. Ішімдегі қара түтін толқынданып, менің ойымды тыңдап тұр. Соңғы рет ауыл жаққа қарадым. Адамдардың жүзінде қорқынышта, үмітте бар. Ал алыстан, қала жақтан әлсіз қара бұлт қозғалып келе жатыр. Мен түсіндім, қанаттылар қайтадан келеді. Бұл тек уақытша тыныштық болған. Пышақты аспанға көтеріп, дауыстап, егер мені таңдаған болсаңдар, мен өз шарттарымды қоямын, деп айқайладым. Қара түтін денемді толық орап алды. Денем жеңілдеп, жерден көтеріліп кеттім. Санамда жүздеген дауыс бір уақытта сыбырлады. Қош келдің. Енді сен біздің патшамызсың. Менің көз алдым қараңғыланып, әлем жойылып кеткендей болды. Соңғы көрініс, алыстан Астананың шамдары көрінеді. Қала үстінде қара бұлт пайда болды. Ал сол бұлттың ортасында менің өз бейнем тұр. Бірақ мен енді адам емеспін. Менің артқы жағымнан сүйек қанаттар өсіп шыққан. Ал санамда соңғы сөздер естілді. Бұл әлем енді біздікі. Аспан қара түтінге оранып тұр. Астананың шамдары әлсін-әлсін сөнеді, қайта жанады. Қалада адамдардың дауысы, машиналардың дабылы, үрей аралас айқай естіледі. Мен биік ғимараттың төбесінде тұрмын. Өз қолыма қарасам, саусақтарымнан қара жалын шығып жатыр, ал артымдағы сүйек қанаттар өздігінен қозғалады. Санамда жүздеген дауыс тоқтаусыз сыбырлайды. Бұл сенің патшалығың. Адамдар саған қарсы тұрмайды. Оларды бізге қос. Жаңа әлем басталсын. Мен көзімді жұмдым. Бір бөлігі бұл күшке бой алдырып, бәрін құртып, жаңа билікті орнатқысы келеді. Бірақ ішімде әлсіз болса да, адамдық дауысы бар. Сен айдоссың, сен оларды құтқаруға уәде бердің. Егер қазір беріле салсаң, бәрі бітеді. Мен тізерлеп отырдым. Басым жарылардай ауыр. Түтін айналамда бұралып, мені толығымен жұтқысы келеді. Сол сәтте қала орталығынан айқай естілді. Қарасам, жүздеген қанаттылар көшелерде жүреді. Олар адамдарды ұстап, қара тұманға айналдырып, өз қатарларына қосуда. Кішкентай балалардың дауысы, әйелдердің айқайы барлығы араласып, Астана түнгі тозаққа айналды. Мен өзімді ұстай алмай, қанаттарымды жайып, аспанға көтерілдім. Жоғарыдан қарағанда қала түгел от пен көлеңкеге оранған. Дауыс қайтадан сыбырлап, бұл сенің арманың емес пе? Сен әлсіз едің, ешкім сені тыңдамады. Енді сен құдайсың. Мен бар даусыммен айқайладым, мен құдай емеспін. Мен адаммын. Қара түтін дірілдеп, мені іштен тістегендей ауыртты. Санамда тағы бір дауыс шықты, нәзік, әлсіз, бірақ таныс. Айдос, сен менің немеремнің дауысы. Мен қалт тоқтадым. Әже, сен тірісің бе? Жоқ, мен әлдеқашан жоқпын. Бірақ сенің ішінде менің бір бөлігі бар. Сол арқылы ғана сен оларды тоқтата аласың. Әжемнің дауысы күшейе түсті. Қара түтінді толық қабылдама. Ол сені толық жойып жібереді. Оның күшін қолдан, бірақ еркіңді сақта. Қалай? Деп айқайладым. Сен өз жүрегіңді құрбан етуің керек. Егер сен өз еркіңмен күшті басқарып, жүрегіңді берсең, олардың бәрін кері жібере аласың. Бірақ сен енді адам болып қала алмайсың. Мен аспанға қарап тұрдым. Төменде қанаттылар адамдарды жойып жатыр. Қала өртеніп барады. Егер мен жүрегімді берсем, мен тірі боламын. Бірақ мүлде басқа болмысқа айналамын. Егер бермесем, қала, адамдар бәрі өледі. Мен қолымды кеудеме қойып, ішімдегі түтінді сездім. Ол ыстық, тірі, менің әр тамырымды жалмайды. Санамда дауыс қайта шықты, жүрегіңді бер. Біз сені мәңгілікке патша етеміз. Барлық адамдар сенің алдыңда тізе бүгеді. Мен тістеніп, көзімді жұмып, өз ойымды жинадым. Мен патша болмаймын. Бірақ мен сендерді тоқтатамын. Қара түтін мені толығымен орап алды. Жүрегім күйгендей болды. Сол сәтте кеудемнен жарық шықты, таза, ақ жарық.
Қала үстіндегі барлық қанаттылар айқайлап артқа шегіне бастады. Аспаннан дауыс шықты: сен бәрін құртып жатырсың. Біз сені таңдадық. Сен біздікі едің. Мен айқайладым: мен адаммын. Сендерге берілмеймін. Ақ жарық аспанды қақ жарды. Қара бұлттар жоғалып, қанаттылар тұманға айналып жоқ бола бастады. Бірақ мен де өзімді жоғалтып бара жаттым. Жүрегім баяу соғуын тоқтата бастады. Соңғы сәтте қала үстінен күннің сәулесі түсті. Адамдардың дауысы естілді, олар тірі. Қала аман қалды. Бірақ мен өзімді сезбеймін. Денем жеңіл, көлеңкеге айналып бара жатыр. Санамда әжемнің соңғы дауысы: сен адам емес, бірақ мәңгілік күзетшісің. Қақпаның ар жағында қал. Әлемді қорға. Көз алдым қара түнекке толды. Соңғы көрініс: мен басқа өлшемде тұрмын. Қақпа артта. Менің қанаттарым бар, бірақ мен енді адамдық кейпімді сақтап тұрмын. Санамда сыбыр жоқ. Тек тыныштық. Ал алыстан жер бетінің жарығы көрінеді. Мен өзіме ғана сыбырладым: мен оралмаймын. Бірақ олар да қайтып келмейді. Мен қақпаның арғы жағында тұрмын. Әлем тыныш. Қызыл тұман баяу сейіліп барады, бірақ мен оның артында әлсіз сыбырларды әлі сеземін. Олар толық жойылған жоқ, тек әлсіреген. Мен қолыма қарадым, қара түтін әлі де бар, бірақ ол мені енді улап тұрған жоқ. Ол менің еркіммен қозғалады. Мен енді адам емеспін. Бірақ әлі тірімін. Артымда қақпа баяу жабылып кетті. Одан ары қарай жер бетіндегі жарық көрінеді: Астана, менің ауылым, адамдар. Мен осы жерде қалмасам, қақпа қайта ашылады. Бірақ қалсам, мен мәңгілікке басқа әлемде, қараңғылық ішінде қаламын. Әжемнің даусы қайта естілді: енді сен осы қақпаның күзетшісісің. Сенің міндетің бұл әлем мен адамдар арасындағы шекараны қорғау. Мен басымды изедім. Бірақ жүрегім шым етті. Мен ешқашан өз үйімді, адамдарды, күннің жылуын көрмеймін. Алыстан әлсіз қозғалысы естілді. Қызыл тұманның арасынан тағы да көлеңкелі фигуралар жылжып келеді. Олар бұрынғыдан әлсіз, бірақ әлі тірі. Санамда әлсіз сыбыр: сен бізді жоя алмайсың. Сен бізбен бірге болуға тиіссің. Сен біздің патшамызсың. Мен қанаттарымды жайып, қолымдағы қара түтінді жинап, алдарына шықтым. Мен сендердің патшаларың емеспін. Мен күзетшімін. Ал егер тағы қақпаға жақындасаңдар, бұл жолы сендер мүлде жоғаласыңдар. Қолымнан ақ жалын мен қара түтін аралас жарық шықты. Ол олардың денесін күйдіріп, оларды айқайлатып тұманға айналдырып жіберді. Сыбырлар өшті. Әлем қайта тынышталды. Мен қақпаға қарап тұрдым. Оның ар жағында менің өмірім, менің өткенім қалды. Бірақ менің орным енді осында. Санамда өз даусым ғана қалды: мен адам емес шығармын. Бірақ адамзатты қорғаймын. Мен қақпаның алдына отырып көзімді жұмдым. Қызыл тұман баяу сейіліп, қараңғы әлемде тек мен ғана қалдым. Осы сәтте жер бетінде, Астанаға күннің шуағы түсті. Қара бұлт жоқ, қанаттылар жоғалған. Адамдар үреймен көшеге шығып, тыныштыққа сенбей тұр. Молда ауылда дұға оқып тұр. Ол өзін құрбан етті, деді ол. Бірақ біз ешқашан білмейміз, ол әлі тірі ме, жоқ па. Алыстағы аспанға қараған бір бала сыбырлап айтты: қараңдаршы, аспанда қара қанат көрініп тұр. Бірақ ол бізге зиянсыз. Ол бізді күзетіп жүр. Адамдар басын көтеріп үнсіз қалды. Аспанда, күннің жанында әлсіз қара силуэт қозғалып бара жатыр. Оның қанаты бар, бірақ ол тек алыстан бақылап тұр. Соңғы сәтте айдостың даусы естіледі. Оның өз санасында: мен енді адам емеспін. Бірақ бұл менің таңдауым. Сендер аман болыңдар. Егер олар қайта оралса, мен осында боламын. Қақпа жабылады. Қызыл тұман толық жоғалады.
Әлем тыныштыққа оралады. Бұл аяқталу емес. Тек жаңа дәуірдің басталуы. Серияның финалы. Барлық 6 бөлімнің соңында 1-5 дайын. 6 соңғы эпилог бөлек беріледі. Егер қаласаң, сюжет толық аяқталады. Адамдықтан айырылған күзетші. Қанаттылар толық жойылмаған, бірақ әлсіреген. Әлемге уақытша тыныштық келеді, бірақ жаңа қауіптің көлеңкесі сақталады. Қызыл тұман толық жоғалғанына 1 ай өтті. Астана қайтадан қалыпты өмірге көшкендей. Адамдар көшеде жүр, балалар ойнап жүр, түнгі шамдар қайтадан жана бастады. Бірақ қала тұрғындарының жүрегінде әлсіз қорқыныш қалды. Кей түндері аспанға қарағанда алыстан қара қанаттың көлеңкесі көрінеді. Молда ауылда дұға жасап отырды. Ол жиі аспанға қарап өз-өзіне сыбырлайтын. Күзет. Әлде сен де көлеңкеге айналдың ба? Ал қақпаның арғы жағында. Мен әлі тірімін. Уақыт бұл жерде басқа шағат. Бір күн бе, әлде 1000 жыл ба, сезілмейді. Қызыл тұман енді әлсіз, бірақ оның ішінде әлі тірі жаратылыстар жылжып жүреді. Олар маған жақындамайды. Олар менің күшімді сезеді. Менің денем толық адамдық кейіпте, бірақ қанаттарым бар. Қолымнан шығатын қара түтін енді өз еркімде. Ол маған бағынады. Мен күн сайын қақпаның алдында жүремін. Қызыл тұман жақындаса, мен оны итеріп артқа қайтармын. Мен енді күзетшімін. Бұл менің тағдырым. Бір күні қызыл тұманның ішінде әлсіз қозғалыс сезілді. Бұрынғыдай қанаттылар емес. Бір түрлі жаңа нәрсе. Жер қозғалып, тұманнан алып қара фигураның көлеңкесі көрінді. Санамда әлсіз, жаңа дауыс. Сен ойладың ба, бұл бәрі аяқталды деп. Сен тек бірінші толқынды тоқтаттың. Біз 1000 жыл күтеміз, бірақ қайтып келеміз. Мен қанаттарымды жайып қолымнан жалын шығардым. Мен де 1000 жыл күтемін. Бірақ сендер бұл қақпадан аспайсыңдар. Фигура үнсіз қалды. Тұман артқа шегінді. Бірақ мен білемін, бұл тек уақытша. Жер бетінде бір түнде, Астанада тағы да бір түрлі құбылыс болды. Көшедегі шамдар сөнді. Қала үстіндегі аспанға әлсіз қызыл сызықтар пайда болды. Адамдар терезеге қарап, үреймен сыбырлады. Олар қайта келе жатырмын. Ал алыстан аспаннан үлкен қара қанаттың көлеңкесі пайда болды. Бұл мен едім. Мен қаланың үстінде айналып қара түтіннің алғашқы сызықтарын өзімнің күшімен жойдым. Қызыл жарық жоғалып, аспан қайта ашық болды. Адамдар терезеден қарап тұрды. Кейбірі бата жасап, кейбірі үреймен мені бақылап тұрды. Мен өзіме сыбырладым, мен олар үшін енді адам емеспін. Бірақ егер тағы бір түнде көлеңке түссе, мен осында боламын. Қақпаның арғы жағында қызыл тұманның тереңінде әлсіз соққы естіліп тұр. Әлемнің өзі сыбырлап тұр, біз күтеміз. Уақытымыз келеді. Ал менің жауап сыбырым сыбыр естіледі. Күтіңдер, мен де осында боламын. Қызыл тұманның тереңінде қозғалыс қайта күшейді. Ол тыныштық емес, тек дауыл алдындағы үнсіздік екен. Мен қақпаның алдында тұрмын. Қолымнан шыққан қара түтін мен ақ жарық араласып, шеңбер жасап қорғаныс құрады. Бірақ бұл жолы дауыс өзгеше, бұрынғыдай жүздеген сыбыр емес, бір ғана алып дауыс. Сен бізді ұстай аламын деп ойлайсың ба? Сен тек адам мен көлеңкенің арасындағы әлсіз бір жаратылысың. Біз мәңгілікпіз. Сенің уақытың бітеді. Мен тістеніп қанаттарымды жайдым. Сендер осы қақпадан өте алмайсыңдар. Өткенде де өтпедіңдер, енді де өтпейсіңдер. Дауыс күліп шықты, күлкі емес, жердің өзі сілкінгендей гуіл. Сен бізді тоқтатпайсың. Сен бізге есік боласың. Осы сәтте мен түсіндім, олар менің ішімдегі қара түтінді пайдаланбақ. Мен сол түтін арқылы ғана олардың күшімен күресіп жүрмін, бірақ ол олардың да бір бөлігі. Егер олар мені толық билесе, қақпа ашылады. Аспанға қарадым. Қақпаның арғы жағында жер беті көрініп тұр, Астана, қала үстінде тыныштық. Адамдар бейқам. Бірақ мен білемін, егер қақпа ашылса, оларда ешқандай мүмкіндік болмайды. Мен өз ішіме қарадым. Қара түтін жүрегімнің маңында шоғырланған. Ол менің бір бөлігіне айналып кеткен. Бірақ егер оны толық жойсам, мен де жоғаламын.
Бірақ егер қалдырсам, бір күні олар мені билеп қақпаны ашады. Әжемнің бұрынғы даусы қайта шықты. Айдос, кейде адам болу. Кейде адам болу, бәрін құрбан етіп басқаларды қорғау. Мен демімді терең алып, өзіме сыбырладым. Мүмкін, менің соңғы міндетім осы болар. Қолымды кеудеме қойдым. Қара түтін бірден қозғалып, менің қолыма жинала бастады. Ол күйдіріп, әр тамырымды қинады. Қақпаның арғы жағындағы алып дауыс қаттырақ естілді. Сен не істемексің? Сен өзіңді жойсаң да, біз тірі қаламыз. Біз қайта ораламыз. Мен көзімді жұмдым да, айқайлап жібердім. Менімен бірге бұл түтінде жоғалады. Сендер енді ешқашан өтпейсіңдер. Қолымнан шыққан ақ жарық пен қара түтін араласып, үлкен жарылыс жасады. Жарық қақпаны қақ жарды. Жер дірілдеп, қызыл тұман айқайлап жоқ бола бастады. Менің денем жеңілдеп көлеңкеге айналды. Санамда соңғы дауыстар: сен бізді жоя алмайсың, бірақ сен де қайтып келмейсің. Бұл тек уақытша тыныштық. Жарық бәрін жұтып жіберді. Жер бетінде, астанада таң атып келе жатты. Қала үстінде көгілдір аспан, бірақ бір сәтке күннің алдында әлсіз қара көлеңке көрінді, қанаттар. Адамдар басын көтеріп, сол көлеңкені көрді. Бірі сыбырлады: ол әлі бізді күзетіп жүрме, әлде қоштасып жатыр ма? Көлеңке бір сәтте жоғалып кетті. Аспан ашық қалды. Молда ауылда дұға жасап аспанға қарады. Сен адамдықты жоқтың. Сенің есімің ұмытылмайды. Қақпаның орнында енді ештеңе жоқ. Қызыл тұман да, көлеңкелер де жоқ. Тек бос, қараңғы кеңістік. Ал алыстан әлсіз сыбыр естіледі. Бұл жолы Айдостың дауысы: егер олар қайтадан келсе, мен оралмаймын. Бірақ мен оларды мәңгілікке ұстаймын. Тыныштық. Серияның аяқталуы. Айдос адамдықтан айырылғанымен өз жанын құрбан етіп қақпаны мәңгілікке жапты. Қала мен адамдар аман қалды. Бірақ бұл оқиға аңызға айналды. Түнде аспанға қарасаң, кейде әлсіз қара қанат көрінеді. Бұл бітті деп айтуға болмайтын финал. Тыныштық бар, бірақ көлеңкелер бір күні қайтып келуі мүмкін.